Интернет желісі көптеген ақпаратқа, соның ішінде діни білімге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Егер сіз діни білім алуды шешсеңіз, немесе интернет желісі арқылы діни білім алсаңыз, сізді күтіп тұрған ықтимал қауіптер туралы білуіңіз керек. Біріншіден, барлық діни мәтіндер мәдени-тарихи тұрғыда қаралуы тиіс, және олар біздің қазақстандық шындыққа сәйкес келмеуі мүмкін. Екіншіден, интернетте әртүрлі көзқарастар мен пікірлер бар, және біз оның барлығын құрметтеуіміз керек. Бірақ кейде анонимді пайдаланушылар әлеуметтік медиада қақтығыстар мен дау тудыруы мүмкін. Сондықтан біз мұндай теріс қарым-қатынастан аулақ болуымыз керек. Үшінші, кейбір пайдаланушылар Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін экстремистік пабликке жазылуы мүмкін. Өйткені олардың діни білімі жоқ және мағынасын мүлде түсінбейді. Олар тіпті осы экстремистік мәтіндерді басқа қауымдастықтармен жұртшылыққа тарата алады. Ал бұған Қазақстан Республикасының заңнамасы тұрғысынан жол берілмейді. Төртіншіден, сіз кез келген қолданбалы жүктемес не діни кітаптарды оқымас бұрын сыни тұрғыдан ойлауыңыз керек. Сіз ресми тіркелген діни бірлестіктердің өкілдерінен Қазақстан Республикасының аумағында осы әдебиеттің рұқсат етілгені туралы сұрауыңыз керек. Ақпаратты қауіпсіздік пен сыни тұрғыдан ойлауыңыз сізді желіде күтіп тұрған қате түсініктердің торына түспеуге мүмкіндік береді. Өзіңізді және жақындарыңызды деструктивті діни ағымдардың әсерінен қорғаңыз.